2025 жыл Қазақстанда еңбек адамының жылы деп жарияланды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл бастаманы қарапайым еңбек адамын қолдау, жастарды нақты мамандыққа баулу мақсатында ұсынған болатын. Бүгінгі сюжетіміздің кейіпкері студент қыз. Ол оқу орнында алған білімін тек теорияда ғана емес, іс жүзінде де қолдануда. Мысалы, оқу азаннан түске дейін болған, кешке мысалы бос боламыз, сол кезде оқып, қыз баласының өзін әртүрлі нелермен дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Түске дейін сабақ оқысам, түстен кейін осы жерге келіп өзімді басқа қырынан дамытамын дегендей. Ол тігінісін бала кезден ұнатқан. Қазір университетте тігінші мамандығында оқып жүрсе де, бос уақытында шағын ательеде жұмыс істейді. Мұнда ол тек киім тігуді емес, тұтынушымен қарым-қатынас орнатуды, ең бастысы уақытын тиімді пайдалануды үйренген. Жас маман үшін тәжірибе мен табысты қатар алып жүрудің мүмкіндігі. Шәкірттерім туралы айтатын болсам, шәкірттерімнің ішінде Ханифа бар. Ханифа бұл бір айдың ішінде тура өзім сияқты тігетін болды. 0-1 строчкаларым бар ма, басқасы бар ма, өте әдемі тігеді. Бір айтқанда сразу істеп кетеді. Ол маған оқудан кейін, сол 6-да болсайды оқуынан кейін келіп, біраз уақытқа дейін түнгі 12-1-ге дейін келіп, маған көмектеседі. Екеуміз бірге қаншама заказдарды түнде тігіп бітіріп тастадық қой, ұйықтамай. Сол осы қызым өзіме көбірек ұнайды. Мемлекет басшысы атап өткендей, еңбек адамы елдің тірегі. Жастайынан еңбектің қадірін ұғынып, өз мамандығы бойынша жұмыс істейтін студенттер болашақтың нағыз кәсіби мамандары. Олардың еңбегі қоғам дамуының берік іргетасы.